Бүгін копченый окорочкаден осындай тойымды салат дайындаймыз. Кеттік бірге дайындайық. Ең бірінші копченый окорочканы аламыз, осылай терісін бәрін ашып тастаймыз да, оны 4 бұрышты етіп тураймыз. Одан кейін жұмыртқамыздың ішін жарып, сарысын бөлек алып, ағын бөлек алып, екеуін үкіштен өткіземіз. Одан кейін картошкамызды де 4 бұрышты етіп турап, тарелкаға салып, бетіне майонез жағып, оның үстіне копченый окорочкамызды салып, одан кейін тағы да майонез жағып, жұмыртқаның ағын саламыз да, үстіне үкіштен өткізілген сиырымызды саламыз. Сиырымызды салып болғаннан кейін үстіне тағы да майонез жағамыз да, оның үстіне жұмыртқаның сарысын салып әдемілеп шығамыз. Біздің салатымыз дайын. Өте дәмді. 5 минутта дайын болады десем де болады. Астарыңыз дәмді болсын.